Сәлем достар, бүгін сіздерге қойдың құйрығын 3 түрлі әдіспен дайындап көрсететін боламын. Видеоны аяғына дейін қараңыздар. Жалпы қойдың құйрығының біз білетін және білмейтін емдік қасиеттері өте көп. Ежелден біздің ата-бабаларымыз осы қойдың құйрығын суық тиюдің алдын алу үшін пайдаланған. Және де бұл өнімде дәрумендер мен минералдардың болуы адамның иммунитетіне оң әсерін тигізеді екен. Бұл жерде май жоғарғы калориялы болуына қарамастан ыңғайсыздық туғызбайды, яғни денеге тез сіңетін өнім болып табылады екен. Жалпы алғанда денсаулыққа пайдасы өте мол, сол себептен күнде болмаса да анда-санда осылай қойдың құйрығын дұрыс пісіріп, оны тұтынып, денсаулықтарыңызды реттеп алсаңыздар екен. Олай болса алдымен осылай қойдың құйрығын кәдімгідей суға қайнатамыз біріншісі, ал екіншісі шамалы қызыл рең беру үшін кәдімгі пияздың қабығын қосып қызартатын боламыз. Лавровый лист, тұз салып осылай қайнатамыз. 2 кастрюляға бөліп қайнатып алдым. Біреуіне кәдімгідей тұз бен лавровый лист салдым. Қайнап жатқан кезде тұзын қосып жібердім, ал екіншісіне жаңағыдай 2 орташа пияздың қабығын қосып жібердім. Енді қайнағаннан кейін көбігін алып тастаймыз. Мінекей пияз қосылған, қызарып келе жатыр. Тұзын көп салсаңыздар да ештеңе етпейді, өйткені құйрық ол тек өзіне қажетті ғана тұзды сіңіріп алады екен. Ары қарай дәмдеуіштерімізді дайындаймыз. Мен бір тарелкаға осындай чеснок, қара бұрыш, сосын тұзды араластырып дайындап алдым. Және осындай бір бөлігіне жағатын боламыз. Жақсылап жағып аламыз. Және екінші бөлігіне шамалы базилик қостым, қызыл бұрыш, қара бұрышты араластырып, қалған чесногымызды араластырып, жаңағы пияз қосылған қызыл реңді құйрыққа жағатын боламыз. Осылай жеген кезде әдемі дәм беріп тұрады. Осылай жағып дайындап алдық. Енді үшінші бөлігіне кәдімгі тәтті бұрыш, паприканы алып жағатын боламыз. Паприкамызды жақсылап тарелкамызға салып, үшінші бөлігін қызартып, барлық жеріне жағып шығатын боламыз. Мінекей бізде дайын болды. Енді бұны мұздатқышқа қойып, холодильникке қойып, қатырып аламыз. Одан кейін уже жей беруге болады. Әсіресе мұздай кезінде нанмен жесеңіздер жақсы болады. Өте тойымды болады және витаминдерге бай. Әсіресе А, Е витаминдері өте көп кездеседі. Достар, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Осындай қойдың құйрығын жейтін таныстарыңыз болса, осылай дайындап көрсін деп, осы видеоның ссылкасын жіберсеңіздер болады. Менің каналыма әлі де тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп алыңыз. Видео ұнаса лайк басуды ұмытпаңыз.